Баршаңызға сәлем. Осы видеоның соңына дейін көрсеңіз, самокаттар жайлы жол қозғалыс ережелерін бәрін білетін боласыз. Самокаттарды енді екіге бөлуге болады: өзінің самокатымен жүргендерді және де жалға алып жүргендерді. Егер де кім енді самокатты жалға алғысы келеді, жазда заң шығып жатыр, сол заңның скриндерін, барлық ақпаратты видеоның соңында қосам. Қазір мен соны айта кетсем, кім жалға алады самокаттарды, оларда права болу керек. Правасы болмаса арендаға самокат алынбайды, телефонда ошибка шығады, QR сканироваться етілмейді. Даже мысалы басқа біреудің атына, мысалы соның атындағы права болса, левый адамның атына аккаунт ашып күнде права бар, басқа адам отырса, рейд жүрген кезде сотрудниктер тексереді, сол адамға да компанияға да штраф салынады. Поэтому компания бұны өте қатал қарайды да, никак правасыз енді арендный самокатпен жүруге болмайды. Тротуар жайлы мен қарадым, сол заңнамада өзгерістерді, пока тротуарда прям полный запрет деген мен таппадым. Поэтому оны жазға таман сол кезде мен нақты айтатын боламын. Поэтому қазір 50-50. Енді кім арендный самокатпен жүргісі келеді, міндетті түрде 18 жаста болу керек. А1 категория жарамайды. Получается, жарайды, бірақ 18 жастан. 16 жаста А1 категорияны алып, даже самокатпен жүруге болмайды екен, хотя мопедпен болады. Поэтому самокатқа жалға беретін арендный обязательно 18 жас болу керек, және де право болу керек. Содан кейін тротуарда, скорее всего, жазда жүргізбейді. Содан кейін велодорожкаға шығам десе, самокатпен, әшейін самокатпен, онда права керек болады, именно арендный самокатқа. Жолға шығам десе, тоже права и 18 жас. Ал кім өзінің самокатымен жүр, тротуар пока белгісіз болып тұр. Ал өзінің самокатмен шықса, адам арендный емес, свой самокат, велодорожкада шықса, права керек емес, шлем керек болады. И кешке жақын арендный самокат и өзінің самокатында жилетка болу керек, жарық шағылыстыратын, светоотражающий. И жолға шықса, мысалы машиналар жүретін жолдың оң шетімен жүрсе, кім өзінің самокатымен жүр, міндетті түрде права болу керек и 18 жаста болу керек. Получается, кім өзінің самокатымен жүр, без прав велодорожкада жүре алады, ал кім арендный самокатпен обязательно право болу керек, потому что ол без прав никак бұны арендаға ала алмайды. Так, сосын страховка жайлы тек арендный самокаттарға страховка керек болады, и номер тек арендный самокаттарға керек болады. Кім өзінің наличным самокат жүр, өзінің самокатын жүрсе, номер, страховка, сақтандыру деген вообще керек емес. Ол тек арендаға беретін самокаттарға қатысты.